Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге цельнокройный шальвы воротниктің қалай жасалатынын көрсететін боламын. Келесі шығатын видеомда осындай жағаның английский түрін жасап көрсетемін. Әрине ол видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны және лайкты басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Алдағы уақыттарда онлайн курстар өту арқылы мастер-класстар, нөлден бастап тігін тігіп үйрену білімдерін беретін боламын. Білімді алып қана қоймай, курс соңында 30 ойындарына қатыса аласыздар. Және де бұл курстың мәнісі жаңағы білім аласыздар, әрі жаңағы ұтыстарыңызды алып, әрбір адам, әрбір қыз келіншек өзінің армандап жүрген, может, тігін машинкасына қол жеткізіп қалар. Білімдеріңізді, бақтарыңызды сынап көрсеңіздер болады. Мен видеоларымда, алдыңғы видеоларда жалпы шальвы воротникті, английский воротниктерді көрсетіп шықтым. Енді соның бүтіндей қиылатын түрі, яғни цельнокройный деп аталады. Бұл өте ыңғайлы, қиып шыққанға да, тігіп шыққанға да өңірлерін алып аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін мен басқа цветтен, клетчатый матадан ішкі өңірін қырқып жатырмын. Біткен бұйым анық көріну үшін. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мен ішкі өңірін қырқып алдым. Енді осы өңірді, мұны қараңыздар, мен дублерін жапсырып, жаңағы өңдеп аламын. Арқасы, иық сызықтарын бір-біріне қосып тігіп аламыз. Одан кейін жағаның артқы сызықтарын бекітеміз. Көрдіңіздер ғой. Жалпы бізде картинка шығып жатыр еді. Баршаңызға түсінікті болып жатыр деп түсінемін, әрине. Видеоларды үзбей оқып көрсеңіздер, өте керекті ақпараттарды аласыздар. Бұл тігін деген нәрсе сондай бір сүйіспеншілікпен, бір сондай махаббатпен тігілетін нәрсе. Қай нәрсені сондай бір шынайы немен ясаңыздар, сондай бұйымдарыңызды сондай әдемі шығады. Міне біздің шальвы воротнигіміз аяқталды. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Осылай шығады. Міне осымен мен бүгінгі видеомда аяқтаймын. Қыз-келіншектер, келесі видеомда кездескенше қош сау болыңыздар. Видеоларды жіберіп алмаңыздар.